Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер өзгеше тауықтың аяғынан самса даярлайтын боламыз. Бұл жерде өзгешелігі оның алдын ала қуырылған немесе пешке салып пісірілген маринадталған тауықтың аяғының еті. Оның сүйектерінен ажыратып аласыздар барлығын. Содан кейін сүйегінен ажыратып алғаннан кейін сармайға қуырылған жуаны сармайға қуырып аламыз. Сосын суға піскен картоғымызды, тұздалған суға салынып пісірілген картоғымызды үкіштің үлкен жағынан, үлкен бөлімінен өткізіп аламыз. Содан кейін жаңа қуырылған жуамызды қосамыз. Сосын уақыттап туралған көк жуаны қосасыздар, укроп, петрушканы қосасыздар. Содан кейін етімізді қосамыз. Жаңа уақыттап туралған жол неткен алған, уақыттап турасаңыздар да болады. Қосып араластырып аласыздар. Сосын жаңа барлығын араластырып аласыздар. Жаңа сосын қатпарлы магазиннен, дүкеннен қатпарлы қамырынан дөңгелек қылып, жаңа мен тәрелкемен салып, тәрелкені қойып, пышақпен кесіп алдым. Сіздер дөңгелек форма болса, сонымен кесіп алсаңыздар шағын. Сосын ортасына салмасын саласыздар. Ортасын созбайсыздар, негізі ортасы сол қалың күйінде қала берсін. Сосын дөңгелек қылып бүріп шығасыздар. Дөңгелек қылып бүріп шығып, ортасына жаңа бөлек алып қалған сүйегімізді, аяқтың сүйегін саласыздар. Барлығын солай істеп шығасыздар. Бұны самса қылып та беруіңізге болады. Ыссы тамақтың орнына берсеңіздер де болады. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Бір жасаннан шығатын самса. Бұны қолдан өздеріңіз айран қосып жасалынған тестіден де істеуіңізге болады. Өздеріңізге қандай тест ұнайды, сол қамырмен жасасаңыздар болады. Барлығын солай істеп шығасыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Болашақта жаңадан салынған видеоларды көріп тұратын боларсыздар. Мен салған видео рецепттерім бір жасағаннан шығатын видео рецепттер. Мен бұл рецепттерді кәдімгі өзім жұмыста постоянно пісіріп жүрген рецепттерім бір жасағаннан шығады. Жасап көріңіздер. Өте дәмді, және әдемі болып көрінеді. Барлығын солай тәрелкенің несімен кесіп шығып, жаңағыдай түйіп шығасыздар. Сосын пештің формасына салып, жұмыртқаның сарысымен жағып, үстіне кунжут сеуіп шықсаңыздар болады. Содан кейін фольгамен орап шығасыздар. Әдемі болады, пісіріп көріңіздер.